Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Python бағдарламалау тілінің 20-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз сыртқы пакеттерді орнату жайлы айтып кететін боламыз. Егерде біз өткен сабақта, яғни 19-ші сабақта біз пакеттер жайлы айтып кеткен едік, яғни модульдер және пакеттер жайлы. Мысалға біз өзіміздің модуліміз жазсақ болады. Біз мынандай figures деген қалай айтылды өзі. Осындай бір пакет жасадық, соның ішінде мынандай төрт бұрыштың нелерін, периметр ауданын анықтайтын нәрсе жаздық. Triangle, яғни треугольник, үш бұрыштың периметр аудандарын есептейтін функциялар жаздық. И осындай функцияларды жазатын, то есть осындай готовый функциялар бар, сондай әртүрлі жағдайларға, ситуацияларға байланысты қажет болатын пакеттерді интернеттен табуға болады. Яғни біз мысалға соткамызде басында сотканы сатып алған кезде ішінде мысалға Instagram, либо андай WhatsApp, немесе андай бір түрлі фоторедакторлер, немесе басқа да өзге де программалар орнатылмайды ғой. Орнатылған күннің өзінде де оны сол жердегі магазин орнатады. То есть біз өзімізге қажетті программаларды біз Play Market немесе сіздер iPhone ұстасаңыздар, онда App Store'дан тартасыздар ғой. Дәл сол сияқты бізде де мынау өзімізге қажетті Python'да жұмыс жасауға керекті пакеттерді интернеттен тартуға болады. Оны тарту үшін біз мынандай нәрсе істеуіміз керек. Егерде мынау менюдің үстін қарайтын болсаңыздар, мына жерде терминал деген нәрсе тұр. И осы жерде new терминал дегенді бассаңыздар, мынандай окно шығу керек сіздерде. И бұл окно біздің мынау файлдың тұрған жерін көрсетіп тұр. Мынаны қараңыздар, мынаны жақсылап жаттап алыңыздар мына жерді. И мынаны Ctrl басып тұрып, мынаны бассаңыздар, дәл сол жері ашылу керек. То есть мына папканы ашып жіберді, қазір тұратыңыздар. Мынаны қарайтын болсаңыздар, и мынау Windows-қа барып біз бітсеңіздер болады. Мына үстіне барып мынаны жазсаңыздар. Так, мына соңындағы стрелканы өшіріп тастау керек. Сол кезде мына біздің Python деген мына сабақтарымыз тұрған папканы ашып тұр. И біз дәл осы папкамен жұмыс істеуіміз керек. Мынау нәрсе командный строка деп аталады. Мына жерде просто PowerShell қосылып тұр. Бірақ мына жерде, по-моему, CMD-ге ауыстырсаңыздар болады. Мына Command Prompt деген командный строка, мына Windows PowerShell деген как бы сол командный строка сияқты нәрсе, бірақ екеуінің разницасы, аса қатты разницасы жоқ. Былайынан біздің жағдайда именно Python'да жұмыс жасау үшін. И мына жерде қазір мынау CLS деп мына жерге жазатын болсаңыздар, Enter бассаңыздар, мына жерде очистить тастайды. И бізде ол интернеттен орнату керек пакеттерді біз мынандай инструмент арқылы орнатамыз. Ол Python'да бізде pip деген нәрсе бар, мынандай. Бұл pip деген нәрсе, ол Python install packages деп ағылшынша, яғни менеджер пакетов деп аталады. И бұл пакет бізде мынандай сайттан қажетті ақпараттар, қажетті пакеттерді мынау сайттан алады. Py.py жоқ, точка емес. Мынаны көріп тұрсаңыздар, егер .org, яғни мынандай сайтқа кіру керек. Мына так, қазір мынау интернет жай істеп тұр. Неге ұзақ қатып қалды мынау? И мәні бізде ағылшынша, мына астына түссеңіздер, по-моему, орысша тіл болу керек. Мәні мына жерде русскийді бассаңыздар, орыс тіліне ауысу керек қазір. И бізде қараңыздар, мәні көрдіңіздер, мына жерде 271.192 проект бар дейді. Яғни бұл да тура Play Market сияқты, либо App Store сияқты нәрсе, бірақ ол Python'ға қатысты, яғни указатель пакетов немесе менеджер пакетов деп атайды. И осыны біз орнату үшін, осыда pip деген нәрсе осы жақтан керекті пакеттер тартады. И оны біз орнату үшін былай нәрсе істеуіміз керек. Қазір мына қарайтын болсаңыздар, pip пробел жазасыздар. Одан кейін install дейсіздерді, пакеттің атын атау керек, request деп. Request деген мен пакетті орнатам қазір. Либо мысалға мына жерде мынаны бүйте салсаңыздар да болады. Мына .tic деген популярный любой біреуін басып салдым. Так,
Juda қатып жатыр интернет. И мына жерде қараңыздар, мына өзі де жазып қойған, мына копировать етсеңіздер болады деп, мынаны бассаңыздар копировать етіледі. И мына жаққа барып, мынаның бәрін удалить етіп тастап, Ctrl-V бассақ, мына .dict деген мына install деген ағылшынша переводы орнату деген біледі. И сонда мына pip деген пакет команда арқылы біз .dict деген орнату керек. Мына pip деген біз басында Python интерпретаторын орнаттық қой, сонымен бірге орнатылатын нәрсе. Бұл екеуі бірге жүреді, Python интерпретаторымен бірге. И қараңыздар, қазір осыны басып мен Enter бассам, міне интернеттен бізге керекті нәрселерді тартады. Мынау ол кезде интернет қосылып тұрғанын ұмытпаңыздар. Міне downloading деп тартты, барлығын орнатты. И енді бізде қараңыздар, мынандай нәрсе CLS пен очистеп тастаймызда, енді мынаны қазір үлкейтіп қарайық, мынаны үстіге жабыстырып жіберейін. И мынандай нәрсе бар, pip show деген команда бар одан кейін. Pip show деп біз жәнедегі .dict дегенді жазатын болсақ, и ол сол бізге сол жайлы ақпаратты көрсетеді. Міне pip show.dict деген міне аты, сол пакеттің аты, мына версиясы, оның қысқаша мына summary деген қысқаша түсініктемесі, мына homepage деген соның сайты, мынаны Ctrl басып тұрып, мынаны Enter мышкамен клик етсеңіздер, міне сол сайттың, сол пакеттің официальный несі ашылады, міне GitHub'та аккаунты. И осы жерде міне соны қалай пайдалануға болатын жайлы ақпараттар жазып кеткен. Немесе мынау .dict'тің жанына қарайтын болсаңыздар, міне мына жерде мына homepage деген жер тұр. Міне ссылка проекта деп қазір басатын болсам, міне мына екеуімен мына екеуі бір жерде ашып тұр, яғни бәрі дұрыс бізде. И мынау автордың аты, авторға сообщение жазсаңыздар болады. Ну, сообщение деген соның email ақпараты. И мынау лицензия Apache V2 деген лицензия, то есть ол бесплатный таратуға болады деген. И location дегенді қарайтын болсаңыздар, міне мынаны Ctrl-ды басып тұрып, мынаған клик, яғни мынаны бүйтсеңіздер ашып жібереді екен ғой. Мынау папканы ашу керек, қараңыздар, бізге жазып қойған. Так, мынаны бүйтіп кішірейтейінші мен. И мына жанына біздің қазір файлды ашайын. И бізде мынандай нәрсе тұр. Қараңыздар, біткен бірінші этот компьютерге кіреміз, C-дискке кіреміз. Так, вид, мына жерде параметры. Так, тұра тұрыңыздар, мына жерде область просмотрын жауып тастайыншы. Керек емес нәрсе. И енді қараңыздар, мына C-дискіге кір деп тұр, users деген файлға кір деп тұр. И ішінде міне under деп тұр. Менде сіздерде сол өздеріңіздің компьютерлеріңізге атауы болу керек. Мына жерде менде under деген компьютердің аты, бірақ сіздерде там компьютерлеріңізді бұрында қалай атадыңыздар, солай тұру керек. И мына under дегенге кіреміз да, мына local дегенге кіреміз. Appdata деген кіреміз. Appdata деген нәрсе сіздерде көрінбей тұрса, басында міне скрытый элементі болып тұрады мына жерде. Мына үстіне барып қарайтын болсаңыздар, мына жерде вид деген нәрсе бар. И осы видті бассаңыздар, мына жерде скрытый элементы деген нәрсе тұр. Мына жерде қазір қарайтын болсаңыздар, Appdata деген папка жоқ. Егер мынаны скрытый элементіге галочка қоятын болсаңыздар, мына Appdata деген папка пайда болды, андай полупрозрачный міне. Так, қайда кетіп қалды? Міне Appdata міне полупрозрачный болып тұр. И осын барып ашсаңыздар, міне папка, кәдімгі папканың іші шығады. И міне жазып қойған local дегенді ашасыңдар, programs қай жерде, міне programs, Python 3.9 дегенді аш деген. Ішінде lib деген нәрсені аш деген, lib деген нәрсе. И оның ішінде site packages дегенді аш деген. Так, SSSS, міне. И осы жерде қарайтын болсаңыздар, міне .dict деген мына жерге орнатылған. Міне бүкіл нәрсесі, осыған қажетті файлар осы жаққа орнатылған. И осы мынау location деген соны білдіреді, қай жерде орнатылған. И мына required by, мына жерде андай ештеңе жазылмаған. И менде қазір қарайтын болсаңыздар, одан кейін осы Python мынау pip-тің екінші тағы бір командасы бар, тағы бір командасы, ол pip list деген нәрсе. Pip listті қарайтын болсаңыздар, ол біздің қазір компьютерге орнатылған мына пакеттердің тізімін көрсетіп тұр. Міне қараңыздар, мына жақта мына орнатылған пакеттердің тізімдері. Мына .dict деген тұр, мына жерде charded тұр.
Тағы да idna деген тұр, міне idna тұр. Одан кейін isort дейді. Мына жерде олар жоқшы, бірақ олар анау plint деген папканың ішінде болу керек. Қазір егерде қарайтын болсаңыздар, мына жерде pip.plint жайлы ақпарат көретін болсаңыздар, pip.pipтен кейін пробел show дейміз да, plintті жазамыз. И қараңыздар, мына жерде міне site packages деген жерде орнатылған деп тұр, бірақ бізде что-то көрмей тұрмын мен оны. Тұратыңыздар, бұл уже басқа жерінде орнатылған екен бұл. Мына жаққа орнатылыпты ол. Так, этот компьютер. Так, users менде under деген жерде орнатылған. И одан кейін appdata, roaming. И оның ішінде тағы да Python деген файл бар, папка бар. Оның ішінде тағы да Python 39 и site packages, яғни мына жақта орнатылған міне plint деген нәрсе, isort, міне asteroid деген idna да осы жерде болу керек, или анау жаңалегі оның алдындағы папкаде болуы мүмкін. То есть осы 2-3 жерге сақталады олар. И мына жерде тағы бір нәрсені қарайтын болсаңыздар, мынау requires деген жерде уже isort, toml, mccape, asteroid, colorama деген нәрсе шығып тұр да. Бұлар нені білдіреді десеңіздер, қараңыздар, pip listті жазатын болсаңыздар, ондай болса мынаны қазір үлкейтіп қарайтын болсақ, міне мынау isort деген нәрсе, біз мынау pip install, мынау plintті орнатқан кезде, бұны біз анау бірінші сабақта орнатып кеткен болатынбыз, мынау plint дегенді. И осы жерде мынау сол plintті орнатқан кезде, мынау сонымен бірге мынау isort орнатылады, toml, mccape, asteroid, colorama деген, яғни сол бір пакетпен қосылып, 5 түрлі тағы да өзге пакеттер орнатылған. Міне asteroid тұр, мына жерде міне isort көретін болсаңыздар, міне сол орнатылған. И мынау toml деген, міне toml, mccape деген міне тұр, asteroid тұр, colorama тұр. То есть көрдіңіздер ма, сіздер кейін қорқып жүрмеңіздер, неге пакеттердің көйіп кеткен менің деп. Pip listмен тексерген кезде орнатылған пакеттердің тізімі не үшін көп деп түсінбей жүрмеңіздер. Өйткені мысалға әшейін бір plint орнатқанның өзінде сонымен бірге тағы да мынау 5 орнатылады да, сізде сразу мына жерде 6 пакет орнатылып кетеді. Сол үшін керек нәрсе бұл pip list пен pip show мен арқылы көріп алсаңыздар болады, қай жерде не орнатылған. И одан кейін мынау бір пакетті өшіру үшін біз қазір мысал ретінде мен request деген пакетті орнатайын. Pip install деймін да, requests. Бұл requests деген HTTP запростарымен жұмыс істейтін пакет, міне бәрі тартылды. И осындай install деп орнататын кезде обязательно интернеттің қосылып тұрған тексеріңіздер, өйткені ол интернеттен тартады мына пакеттің барлығы. И қараңыздар, мен ақпаратты көретін болсам, pip show деймін да, и request деп жазамын. Тамам, қарылып қалды ол жерде. Енді қараңыздар, мына авторлары ондай нәрсе орнатқан. И осы мынау requestті орнатқан кезде де сонымен бірге тағы да 4 пакет бірге орнатылады екен. И қараңыздар, енді мен мынау cls деймін да, мынаны ачсет жасаймын да. Егер пакетті өшіру керек болса, uninstall деп жазу керек. Uninstall и пакеттің атын жазу керек, requests. И осы кезде мынандай нәрсе болу керек. Міне сізден сұрайды, enter басқан кезде былай жазып, нені сұраған кезде міне found extending installation, міне request деген, егер мына сіз мынау екі папканы өшіріп тастауға рұқсат бересіз ба деп тұр, сөйтіп я, жоқ деп тұр, yes, no деген білдіреді. Егер no десеңіздер, онда өшірмей қояды, ал yes деп жазып enter бассаңыздар, міне successfully uninstalled request, яғни request деген пакет өшірілді деген білдіреді. Енді pip listмен тексеріп қарайтын болсаңыздар, міне мына жерде request деген жоқ екен. Егер қазір тағы да мына .net дикті өшіретін болсақ, оны бит өшіреміз, pip uninstall request. Жоқ, мынаны өшіріп салым, requestті. Так, .net dict. Enter бассақ, мына сұрап тұр, y деп жазамыз да, сөйтіп өшіріп тастайды. Енді қазір pip list пен тексеріп қарайтын болсаңыздар, мына жақта и enter бассаңыздар, міне
мына .NET өшіп кетті, мына жерде болу керек еді, ол мына cd'дан кейін. То есть сіздер осылай пакеттермен интернеттен осындай мынау p.py деген, py ма қалай айтылады өзі. Осы сайттан спискілерін көрсеңіздер болады, қандай пакеттер бар екенін. Мысалға, сол сайт жасаған кезде көбінесе осындай не арқылы request деген пакет арқылы жұмыс істейтін боласыздар, немесе андай анализ данных, машинное обучение, нейронный сеттермен жұмыс істеген кезде Pandas, NumPy, OpenCV деген бір библиотекалар, TensorFlow деген бір сондай пакеттермен жұмыс жасайтын боласыздар. Сондықтан оларды осылай орнатуды, оларды өшіруді және де сондай керек нәрселерді білген дұрыс. И одан кейін тағы да мынау pip-тің тағы бір командасы бар. Ол мынандай команда бар. Pip install дейді да, минус тире r и requirements.txt деген бар. Бұл нені білдіреді десеңіздер, біз былай істесек болады, бізде мына жаққа requirements.txt деген файл создать етеміз. requirements.txt и қазір мен осының ішіне request деп жазамын да, и жаңағы .NET-ті жазам. Егер қате болмаса, мен уже біраз жазып алған соң есімде жоқ екен. И бұл нәрсе не үшін керек десеңіздер, сіздер мысалға барлығыңыз бір проектімен жұмыс істеп жатқан кезде осындай requirements-ның ішіне керекті пакеттердің спискісін жазасыздар да, сол арқылы сіздің командаңыздағы басқа разработчиктер сол пакетті орнатуға тиісті болады. Өйткені сіздің проектіңіз сол пакеттермен байланысы болған соң, оны сіздің командаңыздағы сізден басқа өзге де адамдар орнату керек. Сондықтан да осындай requirements.txt деген файл арқылы орнатылған дұрыс шешім. И осыны қазір мынаны жазатын болсақ, по-моему, қазір істеу керек, бірақ мен точно білмеймін. Жазылуы мынау requirements.txt-дің ішіне осылай жазу керек пе, или басқаша бір версияларын ба жазатын жерлер бар еді. Қазір егер қарайтын болсақ, тексеріп көрейік. Requirements деген қазақша аудармасы қажеттіліктер дегенді біледі. Яғни біздің жобамызға, проектімізге қажетті пакеттер дегенді білдіреді. Енді қазір мына команданы Enter арқылы запускать ететін болсақ, так, мына жерде ошибка болды. Pip install requirements. Мен мына қараңыздар, мен requirements дегенді мен мына figures деген файлдың ішіне лақтырып жіберіппін. Біз мына сабақ мынау Python деген файлдың ішіне лақтыруымыз керек оны. И мына Python деген үстіне лақтырамын да, сол кезде міне, то есть мынау figures деген папканың ішінде емес, мынау Python деген папканың ішіне болды да сонда. Енді қазір қайтып запускать етіп көрейік. Міне дұрыс істейді екен. Мына жерде қараңыздар, міне requires пен .NET екеуін орнатты. И мен қазір мынаны pip list пен тексеріп қарайтын болсам, біздің жаңағы жазған командамыз дұрыс деген міне request дегенді орнатқан, и жаңағы .NET дегенді орнатқан. То есть осылайынан жасайсыздар, немесе мысалға барлығын өшіріп тастау үшін pip uninstall -r и requirements.txt. Ой, қате соңында таңдап ұмытып кеттім. Enter бассақ, енді қазір мені сұрап тұр, өшіру керек па деп. Естим, мені біріншісінде request-ті өшіру керек па деп сұрады, оны өшіріп тастады да, енді .NET деген пакетті өшіру керек па деп сұрап тұр. Енді осында yes деген басамызда, мені барлығы өшті. И қазір pip list пен тексеріп қарайтын болсаңыздар, мені уже мына жерде request жоқ, и мына жақтан .NET деген жоқ. И одан кейін мынандай бар, жаңағы қайтып бәрін орнатайық. Мысалға мына пакеттерде қарайтын болсаңыздар, мына pip show деймін да, request дегеннің несін қарайтын болсаңыздар, мына жерде версиялар бар. И мынау авторына Kenneth Reitz деген осы пакетті постоянно обновить етіп отырады. То есть бұны біз сол пакетті обновить ету үшін былай жасаймыз: pip install ма, или по-моему upgrade
requests. Так, upgrade или update. Мен что-то бұны ұзақ пайдаланбаған соң есімнен шығып тұр. По-моему, былай етші. Pip install дейміз да. Пакеттің атын жазамыз. Request и сызықша upgraded. Қателеспесем егер. Так, түсінбедім мен. Интернеттен былай іздеп қарап көрейік. Pip upgrade packages. Ой, package. Что-то мен есімнен шығып тұрды мынақты. Так, upgrade неге шықпай тұр? Так. Так, по-моему, олай обновить ете алмаймыз ойдым, соған қарағанда ше. Просто басқа JavaScript-терде бар сияқты да, бірақ мен мына жерде ойлағам, апгрейд жасауға бола ма десем, Python'да жоқ, ондай. Значит, оны бітеміз ғой, біз егерде пакетті обновить ету үшін полностью удалить етіп тастап, одан кейін қайтадан орнатсақ, онда пакет обновить ету керек. Егерде мысалға pip uninstall request дейміз да, осыны өшіріп тастап, одан кейін қайтадан орнатсақ, ондай болса жаңа версиясы орнатылу керек. Егерде версияларыңыз ескіріп кетсе, жаңасын осылай обновить ететін боласыздар. Мен просто анда JavaScript және де өзге де көптеген андай тілдермен жұмыс істеген соң шатасып кетіп мынау. Python'да да сондай бар екен деп ойлап қаппын. И қысқаша осылай сіздер осылай пакеттерді интернетте пакеттерді орнатуға болады, оларды өшіруге болады, олардың спискін көруге болады. И мынау тұрған нәрсені былайынан жауып тастасаңыздар болады, и оны қайтадан ашу үшін мына терминал, new терминал деп аша бересіздер. Қысқаша осы, келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.